Екі шығарманың ортақ тақырыбы неде? Екі шығарманың ортақ тақырыбы сол кезеңдегі әйел теңсіздігі. Себебі Қалқаман мен Мамыр, Шұға мен Әбдірахман ескіліктің құрбандары. Жанрлық ерекшеліктері: Қалқаман Мамыр поэмасы поэзиялық туынды болса, Шұғаның белгісі хикаяты прозалық шығарма. Кейіпкерлерді салыстыратын болсақ, Шұға ақ құба талдырмаш қыз. Ажары қандай болса да, ақылы да сондай. Шұға мектептен білім алмаса да, қасындағы оқыған қыздардан өзінің ойы ерекшеленеді. Екінші кейіпкер Мамыр. Сүйкімді, сұлу, өр мінезді өжет қыз. Мамырдың сұлулығын толықтыратын қасиет ақылдылық, сабырлық, өткірлік, махаббатқа берік қыз. Уақыт кеңістігі жағынан бойынша салыстыратын болсақ, Шәкәрім Құдайбердіұлының Қалқаман Мамыр атты поэмасында 18 ғасырдың тарихи кезеңдері өрнектелетін болса, Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі атты хикаятында 20 ғасырдың қазақ халқының тұрмысы суреттелген. Екі автор да шығармаларында уақыт пен кеңістікті тарихи кезеңдермен байланыстырып отырған.